бағдарламасымен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған 30 қайырымды іс акциясын Абай атындағы нөмір 4-ші мектеп лицейінің ұстаздары мен оқушылары нөмір 3-ші жалпы білім беретін мектептен зор құрметпен қабыл алып, нөмір 5-ші жалпы білім беретін мектеп оқушыларына жолдаймыз. Қайырымдылық адамның көмекке шын мұқтаж жандарға қол ұшын соза білетін ең асыл қасиеттерінің бірі. Себебі айналасына мейірімділік таныту адамгершіліктің белгісі. Аятындағы нөмір 4-ші мектеп лицейінің ұжымы, оқушылар мен ата-аналары үнемі қайырымдылық жасап, мұқтаж жандардың алғысын алуда. Осы челлендж арқылы біз, мектеп оқушылары, қала тұрғындарын қайырымдылық жасауға шақырамыз. Олай болса, қала тұрғындарынан қайырымдылық жайлы өз ойларын сұрап көрейік. Менің есімім Ақбота. Сізге бір сұрағым бар еді. Сіз соңғы рет қайырымдылықты қашан жасадыңыз? 2-3 күн бұрын жасадық қайырымдылық. Әрекет қоймауға. Ақшалар түрде, ақшалар тастап кеттік. Магазиндерде, нелерде. Көп рахмет. Қайырлы күн. Менің есімім Ақерке. Қайырымдылық туралы бірнеше ақпарат берсеңіз. Саламатсыздар. Менің есімім Айдос болады. Қайырымдылық қоры жайлы бірнеше ақпарат дейсіз. Енді қайырымдылық деген ол қалай айтсам болады, садақамен адамның жүрегі жұқарады дегендей, садақа жасау білу керек. Ол қайырымдылық деген не емес, ол біреуге ақша беру, біреуге мұқтаждығында емес. Ол қайырымдылық деген адамның жүрегіндегі өзінің иманы дейді ғой, ақиқаты. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Қайырлы болсын. Сәлеметсіздер, қайырлы күн, мен Ачелик Хамидинас. Сізге қояр сұрағым, сіз қайырымдылықты соңғы рет қашан жасадыңыз? Қайырымдылықта Саламатсыз ба? Менің есімім Ақбота. Сізге бірнеше сұрақтар қояйын деп едім. Сіз соңғы рет қайырымдылықты қашан жасадыңыз? Қайырымдылықты енді қолымыздан келгенше жасауға тырысамыз. Көп рахмет. Ендігі кезекте қайырымдылықты үнемі жасайсыз деп ойлаймын. Жақсылық жасап жасайық. Ал сізге рахмет. Помощь близким. Либо нуждающимся людям, либо просто много в него понимали, либо просто как чистое сердце решит. Спасибо за ваш ответ. И чаще... Спасибо. Спасибо. Көп рахмет. Сізге қайырымдылық жасап жүрміз. Үнемі жақсылық. Қайырымдылықты соңғы рет қашан жасадыңыз? Рахмет, мен сізге қайырымдылық жасап сіздердің ойларыңызда қайырымдылық деген немесе қайырымдылық соңғы рет қашан жасадыңыз? Біздің сұрағымызға жауап беруден бас тартқан жандар да болды. Алайда қаламызда қайырымды жандар көп екен. Қайырымдылық жасау бір күндік акция емес. Қайырымды жандар жақсылықты үнемі жасауға тырысады. Құрметті жерлестер, біз сіздерді осы видео арқылы жылы жүректеріңізбен мейірімділік танытып, қайырымдылық жасауға шақырамыз.